Баяғы өткен заманда Күйік деген шаһарда бір етікші болыпты. Оның жарлы көршісінің Абзал есімді баласы бар екен. Ол бала өз бетінше талаптанып шаһар медресесіндегі ұстаздан дәріс алып тұрады екен. Ненің арам, ненің адал екенін әбден үйреніп алады. Бір жағынан ата-анасының да айтқанынан шықпайтын тіл алғыш, адал, көркем мінезді ұл болып өседі. Бұл бейшара өз нәпақасын өзі тауып ата-анасына көмектессін деген оймен оны қасына көмекші етіп алады. Ерінбей жалықпай етікшіліктің бар қыр-сырын үйретеді. Бала бір күні етікшінің етік жамағанда үнемі жібін түймейтіндігін байқап қалыпты. Аң-таң болған Абзал етікші ұстазынан мұның мәнісін сұрайды. Сонда ол: «Қарағым, етік жамағанда жіпті түймесем, ол етік көп замай қайта жыртылады. Сөйтіп оның егесі оны жаматуға қайта әкелмей ме? Сөйтіп маған жұмыс, бала-шағама нан табылады», депті. Сонда Абзал медреседен алған ізгілік сабақтарын есіне түсіріп үлгереді. «Ағатай, бұл күнә ғой. Адам кәсібіне адал болуы керек емес пе?» Етікші бұл сөзге аса құлақ аспай: «Адалдық адамға нан болмайды ғой», деп жауап бере салады. Бала ұстазымен одан ары сөз таластырып жатпайды. Өйткені ол үлкендердің алдында әдеп сақтау жақсы баланың қылығы екенін медреседен оқып біліп алған еді. Күндердің күнінде бала етікшілік кәсіпті ұстазынан кем білмейтін дәрежеге жеткен соң өз бетінше етік тігуге кірісіпті. Бірақ та ол етік жамағанда жіпті түйіп тігеді екен. Арада көп уақыт өтпей-ақ шаһар халқы ісін ұқыпты істейтін етікші туралы естіп, жұрттың барлығы соған етік жамататын болыпты. Ал оның ұстазына етік тіктіруге адамдар мүлде келмей қойыпты. Сонда ұстазы мұның мәнісін білмек болып шәкіртінен сұрағанда ол: «Кімде-кім өз ісін адал атқарса, әлбетте Аллах тағала оның адал еңбегіне береке береді». Баланың еңбекте бағы жануына оның медреседе алған білімі себепші болса керек. Өйткені ондағы ғалым кім қандай іспен айналыспасын, сол істің хас шебері болуы тиіс деп жиі қайталайды екен.